Баршаңызға сәлем достар, дертке ем арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құлпынайдың пайдасы мен кері әсерлері туралы айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама жазылып алыңыздар. Ең алдымен осы жерде достар, баршаларыңызға әйгілі жидектің атының өзі қате екенін айтар едім. Шын мәнінде құлпынай деп батыс Еуропада шағын көлемде өте сирек өсірілетін жидектерді айтады. Нағыз құлпынайдың мұндай көп сорттары жоқ. Негізінде ол біз ойлағаннан жемістер әрі дәмді емес. Біз тұтынатын құлпынай бұл бүлдіргеннің мәдени түрі. Бұл кішігірім жидектер жазда орман сәнін келтіреді. Бүгінгі таңда құлпынай өсірушілер ұзақ сұрыптау нәтижесінде дәмі мен құнарлығы жоғары жидектер сортынан жерсіндіріп отыр. Олар орманда өсетін жидектерден химиялық құрамы бойынша аса үлкен айырмашылығы бар. Дегенмен біздің ұғымымызға құлпынай атауы сіңісіп үлгерді. Сол себепті біз бұл шынайы бақта өсіретін бүлдіргенді осылай атап, оның пайдалы қасиеттеріне тоқталамыз. Ал оның пайдасы орасан. Мысалы, бұл бір-бірден диеталық жидектердің бірі. Құлпынайдың тағамдық және калориялық құндылығы. Сонымен құлпынайдың химиялық құрамы өте аз калориядан тұрады. Тіпті басқа калориямен және судан жидектермен салыстырғанда құлпынайдағы калория мөлшері 100 граммға 37 ккалға ғана, әсіресе үлкен және сулы сорттарда тіпті аз калорияға ие. Сондай-ақ осындай құрамы диеталық қасиетке толы құлпынай ағзаға өте жақсы сіңіріледі. Құрамындағы оңай еритін қант қайтадан тез энергияға айналады. Құлпынайдың денсаулыққа келтірер пайдасына қышқылдардың аз мөлшерде асқорту тіркендірмейтін жатқызуға болады. Ішектің емі мен тазаруына талшығы көмектеседі. Айтпақшы, сол талшықтың пайдасы ішектің бұлшық еттеріне тезірек және қарқынды түрде қысқартуға мәжбүрлеп, тамақ түйінінің сапалы асқорытылуын және оның ферменттердің жақсы өңделуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар құлпынай кейбір бақша жидектерімен салыстырғанда тәтті дәмге ие. Оған қоса химиялық құрамында қышқылдардың ең жиынтығы бар жидек асқорыту ферменттердің өндірістің ынталандырады және асқазан мен ішек шынын босатуға көмектеседі. Құлпынайдың бұл пайдалы қасиеттері бізге азықтың асқорыту процесін және оның толық ассимиляция процесін барынша оңтайландыруға көмектеседі. Құлпынайдағы витаминдер. Пайдалы қасиеттері өте бай құлпынай құрамындағы дәрумендер қарақат жемісіндегі дәрумендерден асып түспейді. Ондағы витаминдердің саны тек кейбір цитрус жемістерден тұрады, ал оған қабықтың витамині ескеріледі. Біраз егер сіз жарты килограмм құлпынай немесе лимонның қайсысы жеу жеңілдірек деп ойласаңыз, онда жидек үлкен айрықшылыққа ие болады. Құлпынайдың құрамында қандай витаминдер бар? Оның химиялық құрамы аскорбин қышқылына және А витаминіне бай. Құрамындағы бұл дәрумендер иммундық мәртебесін көтеру және иммундық жүйенің жасушаларын белсендіру қасиеттеріне ие. Құлпынайдағы А дәрумені сонымен қатар көру органдары үшін аса қажетті зат. Дәл оның қасиеттері көздің қалыпты қабылдануын қамтамасыз етеді. Әсіресе түнде ағза энергиясын және материалды алмасудың көптеген реакцияларын жүргізеді және майларды және қанттарды бөлу процесіне және жаңа тіндердің пайда болуына қажет. Құлпынайдағы пайдалы заттар. Құлпынайдың тағы бір құрамасы көптеген эфир майларымен, илік заттармен, минералды компоненттермен құнды. Құлпынайдағы бұл пайдалы заттар өзінің танымал емдік қасиетін тудырады. Асқазан ішек жолдарының қалыпты жұмысын және жүрек бұлшықеттерін қолдауды және шлактардан және бұлшықеттерді қан тамырларын тазартуға көмектеседі. Буындарға арналған құлпынай не үшін пайдалы? Құрамында кіретін фосфор мен кальций сүйек пен шеміршектің тіннің қалыпты қалыптасуына, жарақаттың емделуіне ықпал етеді. Ал қышқылдар мен кейбір биологиялық белсенді заттар тұздарды алу және ерітудің емдік қасиетіне ие. Сондықтан пайдалы қасиеттері бар жидектерді буынның ұстамалы аурулары мен артрит кезінде пайдалануға ұсынылады.
Балалар мен жүкті әйелдер үшін құлпынай пайдалы. Құрамындағы тағы бір маңызды компоненті фолий қышқылы. Бұл денедегі көптеген реакциялық толық ағыны үшін аса қажет. Ол сондай-ақ қалыпты ұрық дамуының маңызды ретінде бұлшық ананы жүктілік кезінде қорғайды, ал баланың патологиялық дамудың ауытқуларын сақтайды. Бірақ жүкті және лактациядағы құлпынай кейбір сақтықпен пайдаланылуы керек. Ол кейде аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Құлпынайдың пайдасы мен зияны өте сирек жағдайларда пайдаланылған кезде организмнің осы жидекке ерекше реакциясы болуы мүмкін. Диарея немесе қатерлі ісік пайда болуы ықтимал, немесе кейде жай лоқсиды. Бірақ әдетте бақша тұтынушылары осы жидектің олардың ағзаларына кері әсері бар екенін хабардар болды. Тек осы жағдайларға ғана құлпынай қолдануға қарсы көрсетілімдер өте маңызды. Бұл жағдайда жидекті тұтынуға болмайды. Сондай-ақ құлпынай нарықта немесе дүкендердің сөрелерінде басқа жидектерден бұрын көретіндігімен де ерекшеленеді. Осыны түсіндіру оңай. Кішкентай шалшық бұталар қардың астында қалып та жапырақтарын түсірмейді. Көктемде тұрақты жылу пайда болғаннан кейін бірден гүлдей бастап дереу жеміс береді, ал жылыжайларда одан да ертерек жемістенеді. Сондықтан көктемде жидектер ағзаға арналған пайдалы қасиеттерінің арқасында авитаминоздан құтқаратын бірден-бір жеміс болып саналады. Сол себепті де құлпынайды ұзақ күтіп жақсы көреді. Көптен жеуге тырысады. Содан кейін әртүрлі жемдер мен компосттарды дайындайды. Және бұл пайдалы бұрылыстар өз кезегінде қыста денсаулыққа ағзаны күшейтеді сақтауды өте пайдалы болып табылады. Құлпынайдағы витаминдер пайдалы қасиеттері өте бай. Құлпынай құрамындағы дәрумендер қарақат жемісіндегі дәрумендерден асып түспейді. Ондағы витаминдердің саны тек кейбір цитрус жемістерден тұрады, ал оған қабықтың витамині ескеріледі. Бірақ егер сіз жарты килограмм құлпынай немесе лимонның қайсысын жеу керек, жеңілірек дегенді ойласаңыз, онда жидек үлкен артықшылыққа ие болады. Құлпынайдың құрамында қандай витаминдер бар? Оның химиялық құрамы аскорбин қышқылына және А витаминіне бай. Құлпынайдағы бұл дәрумендер иммундық мәртебесін көтеру және иммундық жүйенің жасушаларын белсендіру қасиеттеріне ие. Құлпынайдағы А дәрумені сонымен қатар көру органдары үшін аса қажетті зат. Дәл оның қасиеттері көздің қалыпты қабылдауын қамтамасыз етеді. Әсіресе түнде ағза энергиясы мен материалдарды алмасудың көптеген реакцияларын жүргізеді және майларды және қанттарды бөлу процесіне және жаңа тіндердің пайда болуын қажет етеді. Құлпынайдың тағамдық және калориялық құндылығы. Сонымен қатар құлпынайдың химиялық құрамы өте аз калориядан тұрады. Тіпті басқа калориямен және судағы жидектермен салыстырғанда құлпынайдағы калория мөлшері 100 граммға 37 какалға, әсіресе үлкен немесе сулы сорттарда тіпті аз калорияға ие. Сондай-ақ осындай құрамы диеталық қасиетке толы құлпынай ағзаға өте жақсы сіңіріледі. Құрамындағы оңай еритін қант қайтадан тез энергияға айналады. Құлпынайдың денсаулыққа келтірер пайдасына қышқылдардың аз мөлшерде ас құрту тітіркендірмейтінін жатқызуға болады. Ішектің емі мен тазаруына талшығы көмектеседі. Айтпақшы, сол талшықтың пайдасы ішектің бұлшық еттің тезірек және қарқынды түрде қысқартуға мәжбүрлеп, тамақ түйінінің сапалы араласуын және оның ферменттерінің жақсы өңдеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, құлпынай кейбір бақша жидектерімен салыстырғанда тәтті демге ие. Оған қоса химиялық құрамындағы қышқылдардың кең жиынтығы бар жидек ас құрту ферменттерінің өндірісін ынталандырады және асқазан мен ішек шырынын босатуға көмектеседі. Құлпынайдың бұл пайдалы қасиеттері
бірге азықтың аз қорыту процесін және оның толық ассимиляциясын процесін барынша оңтайландыруға көмектеседі. Нағыз құлпынайдың мұндай көп сорттары жоқ және ол біз ойлағандай жемістер әрі дәмді емес. Біз тұтынатын құлпынай бұл бүлдіргеннің мәдени түрі. Достар, бүгін сіздерге құлпынайдың пайдасы және зияны туралы кері әсерлерін айтып шықтым. Сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылып қойыңыздар. Дертке ем арнасы сіздерге күнделікті пайдалы ақпаратпен бөлісуге тырысады. Байлықтарыңызды бағалаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.